басқа да жемқорлықтың белгілерін нормалардан алып тастап отырмыз. Ал сіз мынау заң жобада қайта жемқорлыққа мүмкіндік беретін мүдделердің қақтығысы нормаларын кіргізіп отырсыз және қабылда деп отырсыз. Мұны қалай түсінуге болады? Рахмет, Бақытжан Жұмағұлұлы, сұрағыңызға. Иә, бұл заңдағы ең күрделі мәселенің бірі. Өздеріңіз білесіздер, бізде ішкі аудит комитеті бар. Олардың бүгін таңда конкурстың шешімін қайта қарауға, через шешім қарауға мүмкіндіктері бар. Сол жерде тікелей жемқорлықпен тікелей байланыс бар деп санаймын. Ондай фактілерді бізде бар. Оны білесіздер, оны бізде әкімдіктерде бәрі айтып отыр. Енді сондықтан біз осы функцияны ішкі аудит комитетінен алып тастайын деп жатырмыз. Ішкі аудит комитетін біз басқа жаққа бюджетке бұрып жатырмыз басын. Оларына планированиен бастап, жоспардан бастап, жұмыстарын сол жаққа бұрып жатырмыз. Енді жаңа айтып кеткен өз баяндамын айттым ғой. Біз кішкене ауыстырып жатырмыз. Ол енді ұйымдастырушы өз базасында жоғары органдарды солар арқылы жұмысын атқарады. Мысалы, аудандық акимат болса, ол енді областнойды шақырады, мәслихаттың депутаттары болады, комиссияға, солар ананы қарау керек деп санаймыз. Депутат Базарбектің микрофонын екінші рет қосыңыздар. Енді Мәди Төкешұлы, өзіңіз білесіз, аудан әкімі және жоғарыдағы облыс әкімі бәрі бір мүдделі. Мына конкурстың ұйымдастырылуына, сауда-саттықтың ұйымдастырылуына мүдделі. Сіз өзіңіздің мүдделерінің қақтығысы екенін біліп тұрсыз. Ондай норма заңда болмау керек екенін біліп тұрсыз. Ол аудан әкімі емес, облыс әкімі мүдделі. Осы конкурсқа шағым келмеудің негізгі несі, ол облыстық әкімдіктен басталады. Қала әкімдігінен басталады. Ол жоғарыдағы органдар қадағалай алмайды. Оны бақылаушы орган қадағалау керек. Бақылаушы орган осыны жаңағы комиссияда шағымды қарау керек. Онда бақылаушы органды комиссияда кіргізейік. Бірақ бақылаушы орган өзі қарамау керек. Бұл комиссияға жергілікті депутаттар да, қоғам өкілдері де кірмей ме? Солар да кіреді, солар бақылайды ғой. Мәселе барлық бұл жерде шешетін депутаттар. Микрофонын қосыңыздар. Үшінші рет осымен аяқтаймыз. Бұл жерде комиссияның құрамында депутаттарда, қоғам өкілдері де бәрі кіреді. Бірақ та бәріміз білеміз ғой, мәселені шешіп қол қоятын әкім.